Саламатсыздар ма? 26 шаттығының бірінші есебі ұзындығы берілген және оның жаңағы сигма беттік керлік коэффициенттері берілген. Су мен майдікі табу керек керлік үшін. Не формуласы беттік керлік коэффициентінің керлік күшінің сол жаңағы ернеуіндегі ұзындығына тең болады. Бөлінісіне. Керлік күшінің формуласын тауып алдық. Судың керлік күшінің формуласын тауып аламыз. Яғни керлік коэффициенті мен ұзындығының көбейінісіне тең ол. Майдың керлік күшін тауып аламыз. Ол да дәл сол формула. Орындары мәндерін қойып, ең соңғы мәнін аламыз. Екінші, жалпы керлік күшін су мен жаңа майдың керлік күшін айырымын аламыз. Азайтып тастаймыз. Міне беттік керлік күшінің мәні шыға келді. 1,6 дәрежесіне ньютон болады. Екінші есебі 26 шарттың екінші есебі. Берілгені, диаметрі берілген, масса берілген, судың беттік керлік коэффициенті неге тең дейді. Қыбышқа айналдырамыз метр килограммға. Дайын формуласы өзінің беттік керлік коэффициентінің. Бізге белгісіз ұзындығы. Яғни жалпы ұзындық шеңбер болғандықтан, оның ұзындығы 2πr-ға тең. R-ның орнына диаметрді 2 бөлеміз, яғни 0,4 минус 3 дәрежесіндегі метрде 2 бөлеміз. Сол кезде 2 мен 2 қысқарып кетті, пи көбейтілген д қалады. Енді жалпы мынау беттік керлік коэффициентінің формуласын толықтырамыз. Не арқылы? Керлік күші mg, оның ұзындығы пи көбейтілген д-ға тең. Енді бұл жерде тамшы салмағы П деп аталады. Бұл керлік күшіне тең. Неге? Не себептен? Себебі тамшы салмағы керлік күшіне тең болған кезде тамшы үзіледі. Мысалы, жаңбыр жауады, немесе конвекция деген білесіздер ғой, жаңа будың суға айналуы. Тамшы төмен қарай не себептен үзіледі? Қай мезетте үзіледі? Яғни тамшының салмағы керлік күшіне тең болған кезде тамшы үзіледі. Сол жаңағы теориялық мәліметті формула түрінде жаза отырып, біз есепті ары қарай жалғастырамыз. Яғни сигма дегеніміздің жаңа бірінші мынау формуламыз бар ғой. Яғни керлік күшіне mg қойған себебіміз сол. Салмақ күшінің мәнін керлік күшіне апарып қойдық, міне формула. mg-дің шығу мәні жолы осы. Орындарына мәндерін қоямыз. Қоя отырып, ең соңғы мәлімет 78 милли ньютон бөлінген метрге тең болады. 1 миллида 10-3 дәрежесі бар дәреже. Яғни сол себептен 78 милли ньютон бөлінген метр деп алдық. Міне жауабымен шықты. Үшінші есебі. Радиусы берілген сабын көпіршігін үрлеу үшін қандай жұмыс атқаруға жетеді? Әрине сабын көпіршігін үрлеу үшін біз өзімізден әрекет жасауымыз керек, күш жұмсауымыз керек, үрлеп. Сол кездегі күштің жұмысын тап деп жатыр бізге. Яғни сантиметрді метрге айналдырамыз қыбыжыға. Беттік керлік күшінің жұмысы деп аталады мына формула. Беттік керлік күшінің жұмысы, яғни 2fk көбейтілген h-ға тең болады. Бұл жерде жаңағы fk-ның орнына мәнді қоямыз. Формула бойынша сигма. Немесе дайын формула бар. Мына формуланы түрлендіргеп, мына формула келеді. Дайын формула. Делта S дегеніміз аудан. Немесе жаңа шеңбердің ұзындығы, немесе аудан деп аталады. 2π көбейтілген r-ға тең. Мәндерін қоямыз. Берілген мәндерін қойдық. 3114 пи дегеніміз, яғни делта S орнынан апарып, бірдесінің орындарына апарып, мәндерін қойып шығып жатырмыз. Бұл тең болады мына мәнге. Бұл да жауабымда шықты. Немесе бір милли джоуль деп алсақ болады. Оның 3 дәрежесі миллиді береді. Немесе осы күйінде қалдырсаңыздар да болады. Міне 26 шаттың 3-ші есебі осымен аяқталды. Енді 4-ші есебін өтейік. Жоқ, 3-ші есебіміздің енді жаңағы қойып есептеп алғаннан кейін біз негізі ең негізгі формуламыз мына менде шығару болады. Оны күрделендіргенше дайын формуласы міне жұмыстың 8 сигма пи r квадрат деген жаңа формуланы түрлендіріп алсақ та болады. Бұл жерден бұл екінші жаңа формуланы қолдану арқылы есептің шығу жолы. Так,
мәндерін қойдық, сигманың пидің r квадратын мәндерін қоя отырып, міне шығу жолы мына 16-ның толық есептеуі мынау мәндерін қоямыз, толық мәндерін біз мына жерде жоқтап алғанбыз, ал толық мәні мынаған тең да. Есептей келіп мынаған тең болады. 1,6 миллиджоуль деп алсақ та болады, 1 миллиджоуль деп алсақ та болады. Толықтыру формасы. Ал енді төртінші есебіне қараңыздар. Төртінші есебі диаметрлері берілген 1 мм, 2 мм, екі капилляр ішіндегі сынап деңгейлерінің айырмасын анықтаңдар дейді ғой. Екі капиллярлық дененің жаңа диаметрлері берілген, екеуінің арасындағы сынап деңгейлерінің айырымын анықтаңдар дейді. Ол үшін сынап деңгейлерінің айырымы анықтау үшін біз дельта h деп аламыз. Бұл дельта h деген сөз h1 мен h2-ның айырымына тең болғандықтан дельта h-ты табуымыз керек бұл жағдайда. Міне формуласы. Радиустарымыз табу үшін диаметрді бөлеміз 2-ке. Мен h1-міздің формуласы апарып мәнін қойдық. Тоқтырып алдық. R1-ның орнына D1 бөлінген 2-ні апарып қойатын болсақ, 2 мен 2 көбейтіп 4-ті береді. Орнына апарып қойған уақытта. H2-ні дәл солай жазып аламыз. Міне негізгі формулалары. Ал енді жалпы дельта h табу үшін h1-ден h2-ні аламыз. Мәндерін апарып қойдық. Енді бізге ортақ бөлім керек. Ортақ бөлім үшін бірінші бөлшекке d2-ні көбейтеміз. Бөлшектің бөлімде d1, d2 болу керек. Ро және g деген ол мәліметтеріміз бар. Ал екінші бөлшекке d1-ді апарып қоямыз. Тең дейміз, міне орындарын апарып қойдық. Апарып қойдық. Міне. Сынаптың тығыздығы, сынап берілгендіктен сынаптың тығыздығын мәнін апарып қойдық. Міне мәндерін, әрқайсы мәндерін апарып қойып, есептеу жүргіздік. Есептеу жүргізе отырып, 7 көптілігін 10-3 дәрежесіне метр болады. Ол миллиметр айналдыратын болсақ, 7 миллиметр болады. Себебі 1 метрде 1000 миллиметр болғандықтан, метрде миллиметр айналдыру үшін 0,1 бірге бөлеміз. Сол кезде 10-3 дәрежесімен 0,1-ді, яғни дәреже түрінде жазатын болсақ, немесе бөлетін болсақ, қысқарып кетеді. Бізде 7 миллиметр қалады. Міне жауабында шықты. Ал енді осы есептің 26-шы жаттығудың 5-ші есебіне келейік. 5-ші есептің берілгені аштар, дельта h, судқы және спирт берілген. Олардың судың беттік керілу коэффициенті берілген да, табу керек, спирттің беттік керілу коэффициенті табу керек. Қыбжық айналдырып алдық, міне белгілі метрге айналдырып алдық. Ал енді формулаға көшейік. Жаңағыдай дайын формула аламыз біз мынау. Мына формуланы қаяқтан алдық? Бұл формуланы мына жерден алдық. Жаңағы алдыңғы есептегі қорытылған формула бар ғой, міне. Міне, мына формула ше, қорытылған формула. Осыны алдық. Сәл ғана өзгешілігі бұл жерде. Екеуінде де 4 сигма бірдей болғандықтан жашан сыртына шығарып жібереміз. Немесе сол күйінше де шығара берулеріңізге болады. H1-ді тауып аламыз бірінші, екінші дельта h спирттікін тауып аламыз. Мына жерде судықы сигмамыз, мына жерде спирттің сигмамыз. Екеуін шатастырып алмауымыз керек. Спирттің тығыздығы, судың тығыздығы, қалған диаметрлердің бәрі бір мәнді алып есептейді екенбіз. Ары қарай міне есебіміз. Яғни содан d2 мен d1-ді бөлшек d1 мен көбейту d2-ні бөлшектердің алым мен бөліміне өткізіп аламыз да, қалғанына түрде жазамыз. Немесе дәл сол формадан дельта h спирттікін тауып алсаңыздар болады. Мәндерін қойып есептедік. Бұл жерде мынау d2 мүйіс d1 мен d1 көбейтілген d2 қайдан келді? Ол мына жерде формула тұр ғой, міне. Мына жаңа бірінші көрсеткен түрлендіріп алған формуламыз бар ғой, мынау. Осы екеуін бөлшектің алымды алады да, мына бөлімде бар ғой, қалғандарын пропорция арқылы мына түрде өтеді. Осыны алып барып, спирттің беттік керілу коэффициентін табуымыз керек болғандықтан мақсатымыз сол мына жердегі d2 азайту d1, d2 азайту d1, d1 көбейту d2 бар ғой, осының орнына мына дельта h1-дегі судың формуласын алып кеп қойғандағы мынау формуламыз. Міне соны орнына апарып қойдық. Дайын.
немесе осы арқылы мынау судыкін тауып алып мәндерін апарып қойсаңыздар да болады. Мен формуланы қорыту жолын түсіндіріп жіберейін деп мынаның барлық формулалық мәндерін соны орнына апарып қойдым. Міне орнына апарып қойдық. Сонымен спирттікін беттік ерілу коэффициентінің спирттікін таптың формуласы міне. Оқушыларға түсіндіру барысында оқушылардың өзі қайдан шыққан, әсіресе олимпиадаға қатысатын оқушыларға өте керемет есептер бұл. Мәндерін қойдық. Әрқайсының жеке мәндер белгілі. Сонда 22 миллиньютон бөлінген метрге тең болды. Міне 26-шы жаттығуында 5-ші есебі. Рахмет, тыңдағандарыңызға. Тіркеліп, каналымда осындай кереметте түсіндірген есептерді келешекте көремін ары қарай және мен жалғастырамын дейтін болсаңыздар, тіркеліңіздер.